Сырға сән үшін тағылатын зергерлік бұйым. Сырға тағу бүкіл дүниежүзі халықтарына тән әдет. Дегенмен қазақ халқының сырғасы өзге елден ерекше және айтар мән мағынасы бар. Қазақ қыздың құлағын 7 жасында тескен. Өйткені 7-ге дейін ол тұлымшағы желбіреп, асыр салып ойнап, балалық дәуренді бастан өткеруі тиіс. Халық аузында құлақ тесу қыздың сүндеті деген сөз бар. Яғни ер бала үшін сүндетке отырғызу қандай мәнге ие болса, қыздың құлағын тесіп сырға тағуда сондай мәнді білдіреді. Ол қыздың бой түзеп, ертеңгі келін атанатын күнге дайындық жасауды бастайтын кезеңі. Қызына сен енді сырғалы қыз болдың деп ақылын айтып, үй шаруашылығына бейімдей бастайды. Кейін ол бой жетіп, теңін тапқанда сырға салынып, өзге жұрттық атанғанын көрсетеді. Бұл да әшекейдің мән маңызын арттыра түсетін ғұрыптардың бірі. Бұрынғының ата-анасы қалыңдық жасына жеткен қыздардың сырғаларында тұқымның, гүл жапырақшаларының, дәндердің болуына мән берген. Ондай сырғаны тағу арқылы қыз баладан өрбейтін ұрпақтың көп болуын ырымдаған. Қазақтарда сырғаның шығыршық сырға, шарбақ сырға, ай сырға, сояу сырға, қоңырау сырға, иықты сырға, күмбезді сырға, төбе сырға, салпыншақ сырға, тағы да басқа түрлері бар. Халық арасында сырғаға қатысты тараған ырым-тыйымдар да көп. Мәселен, жүкті әйел немесе оның туыстары түсінде сырға көрсе, өмірге қыз келеді деп жорған. Сондай-ақ сырғаның құлақты өсек аяңнан, әдепсіз сөзден тыятыны туралы да сенім бар. Құлағыңа алтын сырға деп, қажет емес мәліметті құлаққа ілмеу керек екенін ескерткен. Дегенмен бүгінде бұл сөз осыған қарама-қарсы мағынада назарға ал, тыңда деген мағынада қолданылып жүр. Қымбатты тыңдарман, сырға тақырыбындағы ақпарат пайдалы болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар және жақындарыңызға жіберіп қойып, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар.